Ешқандай сумма менің денсаулығымнан артық емес, шаңырағымнан қадірлі емес, перзентлерімнің келешегінен абзал емес. X белгісін сызғаным $1. Сол X-ті қай жерге сызуды білгенім $999,999. Сіз бені істескенде өмірімнің бір бөлегі сізге сарпланады. Көп сұралған сұраулардың нәубеттегілеріне жауап беріп өтеміз. Көпшілік сумманы қымбатсынғанын айтады. Бұны төмендегі уақиғамен түсіндіріп өтсек болады. Бір компанияда бизнесі жүріспей, істері төмен кетіп бастайды. Бұл машқаланың себебін анықтап шешу үшін бірнеше бизнес консультанттар шақырады. Сол барған консультанттардың ешқайсысы машқаланың себебін тауып шешім бере алмайды. Содан кейін басқаларға қарағанда қымбатлау істейтұғын бизнес консультант шақырады. Ол компанияның барлық бөлімдерін бір шетте үйреніп шығады. Офиста сату бөлімі, маркетинг бөлімі, заводтың ішкі жұмыслары, логистика һәм басқа да барлық бөлімдерін үйреніп шығып, машқаланың себебін анықтайды. Содан кейін компанияның басқарушыларын шақырып, проблеманың шешімі осы жерде деп маркерменен сол жерге X белгісін сызады. Һәм компания жұмысшыларына бірнеше вазипалар тапсырады. Компанияның жұмысшылары осы вазипаларды орындап болғаннан кейін компанияның жұмыслары тікіленіп қайттан жүрісіп кетеді. Бизнес консультант пен шартнамада $1 миллион төлем көрсетілген болады. Бұны көрген компанияның жұмысшылары хайран қалып сұрайды. Сол маркерменен бір мәрте X белгісін сызғаның $1 миллион тұра ма деп. Сонда консультант оған жауап береді. Сол X белгісін сызғаным $1. Сол X-ті қай жерге сызуды білгенім $999,999 деп айтады. Сол уақияда көріп тұрғаныңыздай, сонша бизнес консультанттар шешіп бере алмаған проблеманы бұл адам шешіп бергені үшін соған жараса қызмет хақысын алады. Бізге келіп атырған адамлар да сондай. Әр жерге барып, пұлларын кетіріп, 200-300 миллион сом ақша жоғалтып жүргендер де бар. Бұлардың жоғалтып атырған суммаларының қасында бізге төлейтін суммасы еш зат емес. Көп жылдардан бері шешілмей келатырған проблемалар шешілгеннен кейін шығарған пұлынан бірнеше есе көп суммаға арзитұғын нәтижелер алғанын айтады. Нәубеттегі сұрау, сеанслардың бағасын арзан қылсаңыз болмай ма деп жазады. Әрдайым айтамыз, проблемаларыңызды өзіңіз шешуге әрекет қылың. Басқаларға пұлыңызды кетірмең. Ілім алың, ізленің, үйренің. Егер өзіңіз епілей алмасаңыз, басқа да психолог коучларға барың. Арзан істейтұғынлары көп. Проблемаңыз шешіліп кетсе жүдә жақсы. Егер олардан да нәтиже алылмасаңыз, кейін бізге хабарласуыңыз мүмкін. Бұны машина мысалында айтатын болсақ, Матиздің бағасы $3 000 әтрапында. Captiva $30 000. Mercedes Gelik $300 000. Bugatti $3 миллион. Әркім өзінің жағдайына келіп шығып ала береді. Ешкім Мерседестің салонына барып, неге машиналарын қымбат деп айтпайды. Себебі ол жерге сол Геликті алатұғын дәрежеге жеткен адамлар, оны түсінетұғын адамлар барады. Геликтің комфортын Матизлар бере алмайды. Арзан болмайма деп атарғанларға саналарменен көрсетсе түсінікті болады. Әрбір адамменен істесуге көп уақытымыз кеткен үшін айына бар жоғы 15 адамменен істесе аламыз. Базы адамлар айтады, 200-300 мың сом төлесек болмайма деп. Бизнестегі расходларды бизнес істеп жүргендер түсінеді. Бұлайынша адамлар шығындарына әтбәрі бере бермейді. Офис расходларының өзіне айына 15-20 миллион сомға шекен пұл кететұғын болса, 200-300 мың сом төлесек болмайма деп атырғанлар 15 адам қанша болады? Көпшілік барып сөйлесіп алсақ, дәулеттің өзімен көрсек болама деп жаза береді. Бір затты туыр түсінің, әммемене сөйлесуге өмірім жетпейді. Консультацияға жазылып қойғанларға ғана уақыт ажырата аламыз. Және бір сұрауда Самамбетовті алдын көрмейтұғын еді. Жақында шыққан болса да, неге басқалардан бағасы қымбат деп жазғанлар болған екен. Мен бірден әзірге дәрежеге жетіп қалмадым. Орайымыз өткен жыл ашылған болса да, одан алдыңғы 17 жылдық ізленістер. Және өзімнің үстінде істеуге $100 000 асылам сумма сарпыланды. Бұдан кейінді ізленістерден, ілім алудан тоқтау ниет жоқ. Әзіргіде әрбір адамменен комплекс істейтұғын болсақ, жылына қанша адамменен істесе алуымды шамалап көрдім. Айына 15 адамменен істейтұғын болсақ, жылына бар жоғы 180 адамменен істесе алатұғын екен біз. Сол 180 адамның ішінде сіз де болуыңыз мүмкін.
Сіз бені істескенде өмірімнің бір бөлегі сізге сарпыланады. Бізге өзінің өмірінің қадіріне жететін адамлар келеді. Ешқандай сумма менің денсаулығымнан артық емес, шаңырағымнан қадірлі емес, перзентлерінің келешегінен абзал емес деп айтады. Біздің қазіргі қарарларымыз ертеңгі келешегіміздің нәтижесі болады. Таңдау әркімнің өзінде.